Сәлем менің YouTube көрермендерім. Бүгін мен өзімнің каналымда өте әдемі әрі дәмді болып шығатын салат рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бұл салатты жасау үшін құрамына ет, сәбіз, қияр, укроп және майонез қажет болады. Ең алдымен осы етімізді жіңішкелеп ұзынша етіп турап алатын боламыз. Мендегі ет свежий ет әрі жас малдың еті. Каналымды жоғалтып алмас үшін видеома лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Енді осы турап алған етімізді қазір жақсылап қуыратын боламыз. Алдымен табамызға май құйып, майымыз қызғаннан кейін етімізді саламыз. Шым-шым тұз қосқан болатынмын. Егерде сіздің етіңіз тұздалған болса, тұз қосудың қажеті жоқ. Содан кейін етіміз қызарып, әдемі қуырылуы үшін соя соусынан бір ас қасық көлемінде қосып, жақсылап қуырған болатынмын. Қызарғанша қуырып аламыз. Етіміз қуырылғанша осы кезде мен бөлек ыдысқа сәбізді суға пісіріп алған болатынмын. Міне біздің етіміздің суы сарқылған. Енді орта стакан көлемінде су құйып, араластырып, 15-20 минут көлемінде етімізді пісіріп алатын боламыз. Міне достар, бізде 20 минут көлемінде етіміз піскен. Енді осыны бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Міне достар, осы аралықта біздің сәбізіміз де піскен екен. Бұны да түсіріп алып, енді салатымызды жасауды бастаймыз. Міне тарелкамыздың ортасында осындай ыдысты төңкере отырып, айналасына етімізді дөңгелектеп орналастырып шығамыз. Яғни сақина тәріздес етіп орналастыратын боламыз. Достар, мен бұл салатты қайнапамнан үйренген болатынмын. Яғни қайнапамның үйіне қонаққа барған кезде осы салаттың дәмін алғаштатып, қатты ұнатқан болатынмын. Және де өзімнің каналымда өзімнің оқырмандарымен бөлісуді жөн санадым. Үй жағдайында сіздер де дайындап көріңіздер. Әсіресе қонақ келгенде дастарханның сәнін келтіретін әрі өте дәмді болып шығатын салаттың түрі. Екінші кезекте қиярымызды да төрт бұрыштап турап, еттен кейін айналдыра отырып, қиярымызды да орналастырып шығатын боламыз. Салатқа қажетті құрамдарының барлығын төменге, яғни описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ендігі кезек сәбізде. Сәбізді де дәл осы реттілік бойынша төрт бұрыштап турап, осылай орналастыратын боламыз. Енді укропты да ұсақтап турап, айналасына әдемілеп, осылай орналастырып шығатын боламыз. Сонымен қатар бұл салатты өзіңіз қарап қана қоймай, достарыңызбен де бөлісіп, WhatsApp желісінде, әлеуметтік желілер арқылы бір-бірлеріңізге таратып, бұл салаттың көруіне, жасап, дәмін татуына сіз де себепкер бола аласыздар. Енді бізде соңғы кезек бұл майонез. Майонезді осылай еттің ортасына құйып, одан кейін сәндік үшін әрине ортасына укропымызды осылай сеуіп қойған болатынмын. Міне достар, көздің жауын алатындай әдемі әрі өте дәмді болып шығатын салатымыз дайын болды. Дастарханыңызға ұсына берсеңіздер болады. Каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз.